Баршаларыңызға сәлем, құрметті достар. Бүгін біз сіздермен бірге талқылайтын тақырыбымыз бұл гликолиз тақырыбы. Яғни көмірсуларды әрі қарай жалғастырамыз. Екінші бөлімі бұл гликолиз тақырыбы. Бірақ гликолиздің, яғни бұл бірінші бөлімі, иә. Жалпы гликолиз дегеніміз не? Гликолиз дегеніміз бұл кребс циклына дейінгі, иә, жалпы қанымызға түскен глюкоза бар ғой. Тамақ болып көмірсулар ыдырады, моносахаридтерге айналды ішекте, моносахаридтер сіңді қанға. Енді вот сол сіңген моносахаридтердің бірі глюкозаның жасушаға кіріп ыдырау процесі, бұл гликолиз. Бұл гликолиз процесі жасушаның цитоплазмасында жүреді екен, иммунны, және барлық жасушаларда жүреді. Барлық жасушалар, ағзамызда барлық жасушаларда гликолиз процесі өтеді. Ол гликолиз процесі жасушаның иммунны цитоплазмасында жүреді. Әрі қарай осы гликолиз кезінде бір глюкозадан екі пируват, бір глюкоза молекуласынан екі пируват түзіледі екен. Екі пируват. Әрі қарай пируват ол өзі оттегі бар жоғына қарай анаэробты және аэробты жолдарға кетеді. Анаэробты жолында біз лактатты түзілу процесін жатқызамыз, ал аэробты жолы бұл әрі қарай пируват митохондрияға кіріп, кребс циклына кіреді екен. Ал гликолиз дейміз, яғни соған дейінгі жол екен. Бұл гликолиз кезінде ешқандай энергия қорытылмайды. То есть энергия деп оттегі қорытылмайды. Ал оның өзінің энергия қорытылатын және энергия түзілетін кезеңдері бар. Қазір оны көрсетемін. Ең бірінші біздің ағзамызға сіңген қазір. Ең бірінші біздің ағзамызға сіңген глюкоза, ішектен қанға сіңген глюкоза қанда жүреді. Ол кез келген жасушаға кіруі мүмкін, энергия түзу үшін. Сондықтан біз кез келген жасушаны ала саламыз. Мына қан тамыр деп елестетейік, қызыл жасушалар салып қойдым, эндотелий. Ортасында глюкоза жүр. Міне 6 молекула, 6 көміртекті молекуласы бар, 1, 2, 3, 4, 5, 6. С6, H12, O6 дейтін формула бар еді. Вот осы глюкоза енді қаннан мына стрелка бойымен, яғни жасушаға енетін кезінде бұл глют дейтін өзінің транспортері арқылы өтеді. Оны кеше көмірсулардың бірінші бөлімде айттық, бірінші тақырып, бірінші сабағында айттық. Екі транспортерлар бар, CGLD, яғни натриймен бірге келеді, ал екіншісі осы глюттер арқылы, яғни глют 1, глют 2, глют 3, глют 4, яғни глюттің қай түрі орналасуына байланысты, то есть қай жасушаға кірейін деп жатыр, соған байланысты глюттер де өзгереді. Мысалы, бүйрек немесе нейрондарға кіретін болса, ол глют 3 болады, ішектері болса, ол глют 2 болады. Одан кейін ми деген секілді, гематоэнцефалды барьер болады, мысалы, ол глют 1 болады, немесе қанқабыл шөгеттері, май тіні болады, мысалы, глют 4 болады, бірақ ол үшін глют 4-ке біз инсулин керек дедік, деген секілді. Яғни осындай глюттер, арнайы транспортерлар бар жасушаның бетінде орналасқан. Глюкоза өзінің транспортері арқылы, глют арқылы енеді жасушаға. Міне глюкоза ГЛ деп қойдым, глю деп қойдым. Вот мынаны мен мына глюкоза жасушаға енгеннен кейін, жасуша ішінде глюкокиназа, гексакиназа дейтін фермент бар. Ол екеуінің орналасу жерлері бар. Гексакиназа бауырда болады және ұйқы безінің бета жасушаларында. Екеуі негізі бір фермент. Просто гексакиназа деп біз егер бауырда болса, яғни ұйқы безінің бета жасушаларында болса, біз гексакиназа деп атаймыз. Ал қалған жасушалардың барлығында глюкоза, барлығы деп қояйын, қалған барлығы глюкокиназа деп аталады. Яғни бұл жасушаның ішінде цитоплазмада жүретін фермент. Тек аталуы қай жердің жасушасында орналасқанына байланысты. Гексакиназа бұл бауырда және ұйқы безі бета жасушаларында болатын ферментті біз гексакиназа деп атаймыз. Ал қалған барлық жасушалардағы біз глюкокиназа деп атаймыз. Осы екеуі негізі бір фермент, бұлардың барлығы глюкозаны
глюкозадан, яғни глюкоза 6 фосфатты түсіп береді. Глюкозадан глюкоза 6 фосфатты түсіп береді. Ол қалай? АТФ-ті, міне, бір АТФ-ті АДФ-ке айналдырады, бір АДФ-ге. Яғни бір фосфоры алып қойды. Мына жақта АТФ-те 3 фосфор болады, АДФ-те 2 фосфор. Біреуі, бір АТФ-тің бір фосфоры міне мына жаққа кетті деген сөз. Сол кезде глюкоза 6 фосфат, яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп белгілейтін болсақ, 6-шы көміртегінде орналасқан фосфор 6-шы көміртекке орналасқандықтан глюкоза 6 фосфат деп аталады. Осылай бір энергия құртылды, бір АТФ құртылды. Одан кейін глюкоза 6 фосфат изомераза дейтін фермент арқылы фруктоза 6 фосфатқа айналады. Фруктоза 6 фосфатқа айналады екен. Изомера, бұл глюкоза 6 фосфат, фруктоза 6 фосфат, бұлардың барлығы, яғни бір, былайша айтқанда, бір отбасының адамдары. Тек жаңағы глюкозадан фруктозаға ауысты деген сөз. Бұл изомераза дейтін ферменттің көмегімен жүреді, яғни жаңағы бұл фруктоза 6 фосфат қайтадан глюкоза 6 фосфатқа айналады деген сөз ғой. Бұл жерде глюкоза 6 фосфат, фруктоза 6 фосфатқа айналдырдық біз. Изомераза дейтін ферменттің көмегімен. Екеуінің формуласы бірдей, тек фосфор, басқа да жаңағы топтарының орналасу реті бойынша әртүрлі болып кетеді, фруктоза болып кетеді. Енді осы фруктоза 6 фосфат Ф дейтін бірінші Ф, бұл фруктокиназа 1 деген ферменттің көмегімен фруктоза 6 бисфосфатқа айналады. Бисфосфат. Бұл жерде тоже АТФ, бір АТФ, АДФ-ке айналады да, бір фосфоры мына жағына қосылады. Сол кезде 1, 2, 3, 4, 5, 6 болса, яғни фруктоза 6 бисфосфат болады. Кейін фосфофруктокиназа дейтін көмегімен жүреді дедік, бұны. Вот осылай. Одан кейін осы фруктоза 6 бисфосфат бұл альдолаза А дейтін ферменттің көмегімен 2-ге ыдырайды. Бұл біріншісі глицеральдегид 3 фосфат, екіншісі дигидроксиацетон фосфат. Дигидроксиацетон фосфат. 2-ге ыдырайды. Мына 2 дейтін сөзді әзір қарамай тұра тұрыңыздар, оны не үшін 2 екенін айтып беремін. Яғни мына жерде 6 көміртек болатын болса, көк көрдіңіздер, 6 отырсыз жазып қойдым. Мына жерде 3-3-тен, 1, 2, 3. Мына жерде де дәл солай 1, 2, 3, яғни 6 былайынша 2-ге бөлінді, ортасынан 3-еуі мына жаққа кетті, 3-еуі мына жаққа кетті. Сондықтан біреуі глицеральдегид 3 фосфат, екіншісі дигидроксиацетон фосфатқа айналады. Енді бұл жерде 2 жолмен кетуі мүмкін. Глицеральдегид өзінің формуласымен жоғары қарай кетуі мүмкін, немесе дигидроксиацетон фосфат ол ары қарай төменге қарай өзінің жолымен кетуі мүмкін. Бірақ бүгінгі біздің тақырыбымызда бұл глицеральдегид 3 фосфатпен жүретін жолды талқылайтын боламыз. Ал дигидроксиацетон фосфатты бұйырса алдағы сабақтарда талқылап кетемін. Енді дигидроксиацетон фосфат изомераза дейтін ферменттің көмегімен глицеральдегид 3 фосфатқа айнала алады екен. Немесе изомераза дейтін ферменттің көмегімен айттық бана. Глицеральдегид 3 фосфат қайтадан, немесе қайтадан емес, то есть ол да дигидроксиацетон фосфатқа айналады. Яғни мына екеуі бір-біріне айнала алады изомераза дейтін ферменттің көмегімен. Ал біз мына жерде дигидроксиацетон фосфатты изомеразаның көмегімен глицеральдегид 3 фосфатқа айналдырамыз. Сол кезде өзі біреу түзіліп тұр. Еще мына дигидроксиацетон фосфат тағы да мына глицеральдегидке айналды, мынаған айналды. Значит, тағы біреу қосылды. 2 деген сөз. Сондықтан мен жаңа 2 деп жазып қойдым. 2 глицеральдегид 3 фосфат түзіліп тұр енді біздің реакцияда. Енді бұны глицеральдегид 3 фосфат дегидрогеназа дейтін фермент бар. Осы ферменттің көмегімен және де еркін радикалды фосфордың қатысуымен және над плюстың надашқа айналуымен 1,3 биглицерат түзіледі. 1,3 биглицерат түзіледі. Бұл жерде, яғни мына 2 глицеральдегид 3 фосфат болғандықтан фосфорда 2 қосылады,
надта екі над екі надашқа айналады деген сөз ғой. Сосын 2,1,3 биглицерат, яғни екеуі түзіледі. 1,3 биглицераттың екеуі түзіледі. Бүйтіп белгілейін. 1,3 биглицераттың екеуі түзіледі екен. Неге 1,3 деп тұр? Өйткені бірінші және үшінші молекуласында фосфор орналасқандықтан. Енді фосфоглицерат киназа дейтін ферменттің көмегімен осы 1,3 биглицерат 3 фосфоглицератқа айналады екен. Және бұл жерде ADF, яғни 2 молекулалы ADF, то есть 2 фосфорлы ADF, 3 фосфорлы ATF-қа айналады, яғни энергия түсілді. Яғни 2 ADF, мына жерде 1,3 биглицерат 2 болғандықтан 2 ADF жұмсалады, және сәйкесінше 2 ATF түсіледі. Сонда нәтижесінде 2-3 фосфоглицерат түзіледі екен. Яғни 3 фосфоглицераттың екеуі түзіледі екен, екеуі. Не үшін екеуі екенін жаңа айтты. Бастапқыда ол мына жерде өзі біреу түзілді, дигидроксиацияфосфат тағы осыған айналды, сонда екеу болды. Сондықтан қалған реакциялардың барлығына екеуден түзіліп бастайды уже. Енді осы 3 фосфоглицерат мутаза дейтін ферменттің көмегімен 2 фосфоглицератқа, яғни мутацияланады да фосфорын екінші көміртекке алмастырады, сондықтан 2 фосфоглицератқа айналады. Бұдан да яғни екеуі түзіледі, өйткені екеуден келеді. Енді осы 2 фосфоглицерат энолаза дейтін ферменттің көмегімен 2 фосфоэнол пируватқа айналады. 2 фосфоэнол пируватқа айналады. Әрі қарай 2 фосфоэнол пируват киназа дейтін ферменттің көмегімен пируватқа айналады. Бұл жерде пируватта уже фосфор ешқандай жоқ, тек 3 қана көміртек тұр, және одан бөлек өзінің оттегі, сутектері, яғни орналасуына байланысты бар. Және осы 2 фосфоэнол пируваттың өзіне айналатын кезде тоже тағы да ADF жұмсалады. Яғни бұлардың барлығы екеу болып жатқандықтан 2 ADF, 2 ATF түсіп береді. 2 ATF түсіп береді. Енді осы түзілген пируват енді әрі қарай энергия түзу үшін екі жолмен кетеді екен, анаэробты, аэробты. Егер де ағзаға оттегі жетіспей жатса, мысалы жүгірген кезде ағзаға көп энергия қажет етеді, оттегі жетіспейді, сол кезде лактат түзуге кетеді. Ол кезде лактодегидрогеназа ферменттің көмегімен 2 надаш қатысады. Бұл жерде негізі 1 надаш надқа айналады. Бұл жерде бізде 2 пируват болғандықтан 2 надаш 2 над түзеді. Сосын содан әрі қарай лактат түзілу процесі жүреді. Тағы бір жолы аэробты жол, негізгі жолы аэробты. Біздің ағзамыз тыныш қалпында барлық кезде ағзаға қалыпты оттегі түсіп тұратын болса, бұл яғни кребс циклына кіреді. Ол яғни митохондрияға кіреді екен пируват, Митохондрияға кіргеннен кейін пируват дегидрогеназа дейтін ферменттің көмегімен ацетил-коаға айналады. 2 ацетил-коа түзіледі, әрі қарай одан кребс циклы түзіліп кетеді митохондрияның ішінде. Бұл екінші жолы, бұл аэробты жолы. Мынау аэробты жолы. Ал мына лактат түзілетіні бұл анаэробты жолы. Түсінікті болды деген ойдамын, Значит, бізде 2 ATF жұмсалды, міне 2 ATF жұмсалды. 2 ATF қай кезде жұмсалған білеміз? Бұл мына бас жағында, міне біреу, сосын екінші ATF жұмсалды, 2 ATF жұмсалды. 2 ATF минус дейміз. 2 надаш түзілді, көкпен берген. 2 надаш түзілді. Надаш қай жерде түзілді? Міне 2 надашты түзді. Неге екеу? Өйткені мына жақта 2 глицеральдегі 3 фосфат екеу болғандықтан. 2 надаш. Одан кейін 4 ATF түзілді, міне қайттан. 4 ATF қай жерде түзілді? Міне мына жерде біреу түзілді. Мына жерде біреу түзілді. ATF түзілді, міне 2 ATF түзілді. Мына жерде 2 ATF тағы түзілді. Значит, 4 ATF түзіліп тұр. Значит, бізде 4 ATF түзілді. Азайту, банағы 2 ATF-ымыз кетті. Значит, бұл жерден 2 ATF шығып тұр. 2 надаш шығып тұр. Және де 2 пируват. Яғни гликолиз кезінде осы өнімдер түзілді деген сөз екен, Негізі 4 ATF түзілді, бірақ 2 энергия, 2 ATF кеткендіктен 2 деп аламыз, Сонда 2 болып қалады екен. 2 пируват.
егер де ол анаэробты жолмен кететін болса, пируват надаштың екеуі кетіп қалады, өйткені ол мына жерде кетті дедік. Егер лактат түзуге кетсе, значит бұл кетіп қалса, 2 АТФтің өзі қалады және лактат түзіледі нәтижесінде, иә. Ал аэробты жолға кететін болса, әрі қарай мына пируват ары қарай митохондрияға кіріп крепс цикл кетеді. Крепс циклынан білеміз, қанша АТФ түзілетінін. Оны алдағы сабақта түсіндіретін боламын, білетіндер болса комментарийге жазып кетеміз, неше АТФ түзіледі. Енді мына жерде мен жазып қойдым. Бірінші, үшінші және 10-шы реакциялар бұл қайтымсыз реакциялар. Бірінші, яғни глюкоза түскеннен кейін глюкокиназа, гексокиназа, ферменттік ыдырайды дедік қой. Вот осы бірінші реакция. Үшінші реакция фосфофруктокиназа дейтін ферменттің көмегімен фруктоза 6 фосфат, фруктоза 6 бисфосфатқа айналатын кезде, үшінші реакция. Және де 10-шы реакция бұл пируват киназа. Міне, 10-шы реакция пируват киназа, және мына 2 фосфоэнол пируватта 2 пируват түзетін кезде осы реакциялар қайтымсыз. Неге қайтымсыз? Өйткені мысалы глюкоза ағзаға түскеннен кейін, жасушаға түскеннен кейін глюкоза 6 фосфатқа айналса, бір айналса, ол кері қарай қайта айналамайды глюкозаға. Яғни глюкоза 6 фосфатқа айнала алады, ал глюкоза 6 фосфат қайтадан глюкозаға айнала алмайды. Бұл қайтымсыз реакция. Мысалы, сіз жұмыртқаны пісіргеннен кейін оны қайтадан жұмыртқаны ішіне салып қойып, бүтін қалпына, бастапқы қалпына келтіре алмайсыз ғой. Дәл сол процесс біз қайтымсыз процесс дейміз. Дәл осындай қайтымсыз реакция бұл. Ал қалған мынау 2-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші, 9-ші дейтін реакциялар жазып қойдым, Так, бұны жасылмен белгілейді. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 дейтін реакциялар бұлар қайтымды. Яғни олар бір-біріне қайтадан айнала алады. Яғни мына жерде глюкоза 6 фосфат, бағана айттым, фруктоза 6 фосфатқа айнала алады, немесе фруктоза 6 фосфат дәл сол ферменттің көмегімен глюкоза 6 фосфатқа айнала алады. Дәл сол секілді фруктоза 6 бисфосфаттан глицераль деген 3 фосфат, дегидроксиацетон фосфат түзіледі, немесе екеуі қосылып қайтадан фруктоза 6 бисфосфатты түзе алады. Немесе глицераль деген 3 фосфаттан 1,3 биглицерат түзіледі, немесе керісінше 1,3 биглицераттан глицераль деген 3 фосфат түзіледі деген секілді. Яғни бұларды қайтымды реакциялар деп айтаймыз. Жалпы бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз осы. Видео пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер, комментарий жазып кетіңіздер, достарыңызға жіберіңіздер, әйтеуір каналдың дамуына үлес қосыңыздар, және өздеріңізде білім алып, одан кейінгі біздің шығатын сабақтарымызды қараңыздар, конспектілеріңізді маған жіберіңіздер, мен сұрамасам да, өйткені мен кімнің ютубты көріп жатқан білмеймін ғой. Инста парақшамды білесіздер, білмесеңіздер, мына жерге жазып кетейін. DR S Тойма Ганбет. Яғни осы инста парақшаға конспектілеріңізді жіберсеңіздер болады, мүмкін алдағы уақытта конспекттер жібергендердің арасынан бір ақшалай 1000 теңге, 2000 теңге ойнатып қалам ба. Сол үшін ақша үшін емес бұл жерде, ешқандай не үшін емес, тек өздеріңіздің білімдеріңіз үшін, білімдеріңізді шыңдау үшін оқыңыздар. Бұйырса енді гликолиздің енді 2-ші бөлімін шығаратын боламын. Ол үшін лайк басып, әйтеуір каналды дамытуға үлес қосып кетейік, және парақшаға осы YouTube арнама міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен қоштаспаймыз. Келесі видеода жолыққанша.